Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжі. Пән, анатомия, физиология және мектеп гигиенасы. Биология пәнінің оқытушысы Алдабергенова Айгүл Бекеновна. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз терінің құрылысы мен қызметі, тері гигиенасы, шынықтыру негіздері, адам терісінің маңызы. Мақсаты: бастауыш мектеп оқушыларының терісінің құрылыс және қызмет ерекшеліктерін, гигиенасын білу. Терінің құрылысы. Адам терісі негізінен 3 қабаттан тұрады. Терінің сыртқы қабаты эпидермис. Терінің ортаңғы қабаты нағыз тері немесе дерма. Терінің соңғы қабаты шел немесе тер асты шел майы деп аталады. Енді әр қабатына қысқаша тоқталып кетсек, эпидермис көп қабатты эпителийден түзілген. Оның терең қабатында пигмент жасушалары болады. Терінің түсі соған байланысты. Эпидермистің сыртқы қабаты мүйізденген жасушалардан тұрады. Балалардың тері эпидермисі өте жұқа болады. Қан тамырлары баланың эпидермисінен көрініп тұрады да, терісіне қызғылт рең береді. Эпидермис нәзік, сондықтан бала терісі оңай жарақаттанады. Екінші қабаты нағыз тері немесе дерма. Оның өзі 2 қабаттан тұрады. Біріншісі емізікше қабат. Бұл бір қалыптаспаған талшықты дәнекер ұлпадан тұрады. Трофикалық немесе қоректендіретін қызмет атқарады және ағзаның иммунитет жүйесінің қорғаныш қызметін жүзеге асырады. Екінші қабаты торлы қабат. Коллагенді талшық шоқтары қатар және көлденең орналасып тор түзеді. Тірек қызметін атқарады. Торлы қабықта тер мен май бездері, шаш, қан тамырлары, лимфа тамырлары орналасады. Үшінші қабаты шел қабаты. Май ұлпасынан түзілген ең терең қабат. Суды, қоректік заттарды қорға жинайды, жылу және зат алмасу процесіне қатысады. Балалар терісінде бұл қабат жақсы жетілген. Теріде көптеген рецепторлар орналасады. Бұл рецепторларға жеке тоқталып кетсек, Краузе колбасы. Ол суықты, салқынды сезеді. Руффини денесі жылуды сезеді, ыстықты сезеді. Мейснер денесі кез келген жанасуды сезеді. Меркель дисктері қысымды сезеді. Паччини денесі ең ірі капсулденген ырғақты сезетін жүйке ұштары. Терінің түзілістері. Тері түзілістеріне тер бездері, май бездері, шаш түктері, тырнақ жатады. Тер бездері шумаққа оралған түкшелер. Балаларда тер бездерінің дамуы 7-8 жасқа қарай аяқталады. Табанда, алақанда, қолтықта тер бездері көп болады. Тері бетінің бірлігіне алғанда балаларда ересектерге қарағанда тер бездері көп болады. Сондықтан ересектерге қарағанда балалар тершең келеді. Адамнан тәулік ішінде орта есеппен 50 мл тер шығады. Май бездері терінің құрғап кетуден, жарылудан сақтандырады. Шашты түкті жұмсартады. Бала өскен сайын тері бетінің бірлігіне алғандағы май бездерінің саны кеми түседі. Шаш түктері. Дені сау адамда тәулігіне 30-40 тал шашы түседі. Балалардың шашы біртіндеп қалыңдайды. Тырнақ.
мүйізденген жұқа пластинкалар. Бала тырнағы жылдам өседі. Мына суретте терінің түзілістерін көріп отырсыздар. Жаңағы айтып кеткен тер безі, шаш, түк, май бездері, тырнақ және сүт бездері. Баланың терісін күту. Терінің бактерицидтік қабілеті бастауыш мектеп жасындағы балаларда күшті байқалады. Таза тері микроағзаларды жоятын ерекше лизоцим жасап шығарады. Яғни лизоцим дегеніміз микробтарды жоятын фермент. Бала денсаулығы күшті болса, терінің бактерицидтік әсері соғұрлым күшті болады. Тері аурулары тері жамылғысының механикалық және сәуле әсерінен зақымдануының нәтижесінде ғана емес, сондай-ақ оны күтудің қарапайым гигиеналық ережелерін сақтамаудан да туады. Балалар арасында кең таралған тері аурулары іріңді және пиодермитті стрептококктар мен стафилококктар туғызады. Стрептококктар терінің бетін зақымдаса, стафилококктар бет пен дене терісін едәуір терең зақымдайды. Терінің барлық іріңді зақымдануы жұқпалы. Стафилококктан болатын ауруға шиқанды немесе сыздауықты мысалға келтіруге болады. Сондықтан гигиеналық ережелерді сақтау абзал. Енді терінің маңызына тоқталып кетейік. Тері адам денесінің сыртқы жабыны. Тері ағзада әртүрлі қызмет атқарады. Ішкі мүшелерді сыртқы ортаның механикалық әсерінен, соғылудан, жарақаттанудан қорғайды. Тері микробтарды еріген, улы және зиянды заттарды өткізбей қорғаныштық қызмет атқарады. Тері ағзадағы зат алмасу үдерісіне қатысады. Негізінен су мен жылу алмасуда маңызы бар. Сыртқы ортаның температурасы қаншалықты ауытқығанымен, адамның дене температурасы үнемі тұрақты болады. Дене температурасының үнемі тұрақты деңгейде болуын қамтамасыз ететін физиологиялық үдерістерді жылу реттелу дейді. Тері арқылы сумен бірге түрлі тұздар, хлорлы, сүт қышқылы, азоттық алмасу өнімдері сыртқа шығарылады. Тері қан айналым үдерісінде қан сақталу қоймасы қызметін атқарады. Ересек адам терісінің қылтамырларында 1 литрдей қан болады. Теріде көптеген жүйке талшықтары, сезгіш жасушалар шоғырланған. Сондықтан тері сезім мүшесінің қызметін де атқарады. Адам тері арқылы бір заттың жанасқандығын, температураны, ауырғанды, қысымды сезеді. Терінің витаминдер алмасуына да қатысы бар. Теріде болатын ерекше заттардан күннің ультракүлгін сәулелерінің әсерінен D витамині түзіледі. Егерде D витамині ағзада жетпесе, өздеріңіз білетіндей, балалар мешел ауруына шалдығады. Теріде ағзадан мөлшерде газ алмасу үдерісі жүреді. Яғни оттекті сіңіріп, көмір қышқыл газын бөледі. Адам терісіндегі тер, май және сүт бездері арқылы ыдырау өнімдері де бөлінеді. Теріде ағзадағы артық май қор ретінде жиналады. Бүгінгі қарастырған тақырыбымызды бекіту мақсатында өзіңді тексер деген тапсырманы орындаңыз. Бұл тапсырмада жоғарыда айтылып кеткен терінің қабаттары менен әр қабатында орналасқан терінің құрылымды бөліктерін атауларыңыз қажет. Өздік тапсырма. Ғаламтор материалын пайдалану арқылы тері шынықтыру негіздері, шынықтыру құралдарына нұсқаулық құрастыру.
Нұсқаулықты ауамен шынығу, күн сәулесімен шынығу, сумен шынығу тақырыбына құрастырасыздар. Бұл нұсқаулықты құрастыруға қосымша оқуға сілтеме берілген. YouTube каналында және Білімленд KZ платформасында биология сабақтарының ішінде тері және терінің гигиенасы тақырыбына берілген 4-5 видео таспа бар. Сол таспаларды көріп, тапсырманы орындауға болады. Назарларыңызға рахмет. Жұмыстарыңыз жемісті болсын.